Қайырлы күн достар. Дайын біз бүгін помидор отырғызамыз. Дайын торов менде дайындап қойғам. Вермикулит, перлит, как всегда, цианид, нейтральный грунт и стакан. Стаканымыздың түбін тесеміз, обязательно. Екі жерден тескен дұрыс негізі. Су, влага удерживаться етілмейді. Топырағын саламыз осылай. Трамбовать не обязательно. Наоборот, онша толтырмаймыз. Кейін помидорымыз өсіп кеткендей болса, үстіне наоборот топырақ саламыз сол кезде. Стакандарын бәрін дайындап қойғам. Енді су құямыз. Су не үшін құямыз? Мына топырақ қанша дайын упакованный топырақ болғанмен, бұның ішінде неше түрлі құрт құмырсқалар, бесполезный, который солар болуы мүмкін. Жаңағы трипсы дейді, бұл енді қанша дегенмен Россиядан келген топырақтар бар, жаңағы Голландиядан келген бар, әр жерден өзіміздікі бар. Сонда неше түрлі құрт құмырсқа вредный насекомыйларды осымен обработка жасаймыз, өлтіреміз. Достар, бір сағат бұрын біз стакандарымызға топырағымызды салып, кипяток құйып қойғамыз. Енді бүгін қазір бір сағат өтті, топырақ суыды, помидорымызды отырғызамыз. Помидор черри. Бір стаканға 3 талдан отырғызам. Енді бұл ақырын осылай істелінетін жұмыс. Ешқайда асықпаймыз. Жай ғана бүйтіп прикрывать етіп қоямыз, потом кейін мына бетіне салафан жауып қоямыз. Асықпаймыз. Үшеуі де шықса тіпті жақсы. Екеуі шықса да болады, біреуі шықса да болады. Осылай чуть-чуть прикрывать етеміз. Сильно не надо давить сверху грунт. Егер де жаңағындай бір талдан салуға ерінетін адамдар болса, кішкентай ящикті қойып, ящиктің ішіне салафанын салып, салафанын әр жерден тесіп, топырақ грунттың бәрін толтырып салып, суғарып, себе салсаңыздар болады. Кейін соны өсіп шыққаннан кейін, кішкентай болып өсіп шыққаннан кейін, мынадай кезінде пикировать етсеңіздер болады. Мынадай болған кезінде уже пикировать етуге болады. Сосын обязательно берку ставим. Черри. Бүгінгі число 21-ін қоямыз, 21-і 3-ші ай. Обязательно бетін жабамыз. Бетін жауып салафанмен. И под лампу ставим. Болды. Осылай тұрады. Комментарий жазыңыздар. Лайк басыңыздар.